арманымды ақтармын ба жүрегімді тербесем, айға сіңлі қарындассың қасиетті жерге сен. Мен өзімді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сендік қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан атымен. Көп жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сендік қуат болар бәлкім, бас иді көк маған. Әр кез сенен туғанымды есіме алсам тоқтамам. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт болып қалмау үшін менің жарқырады жүрегім. Шат жүріп ақ қас қаққанша болармын мен шерменде. Жетім емес, кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп булығамда азадан. Маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең? О аналар, кей пасықты жаратасың неге сен? Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеуден жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек. Кезекпенен алмасатын дүние ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар ана керек ғаламда. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық дәлдер ананы. Даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы. Сіздер ертегіні жақсы көретін бе едіңіздер? Мен өз басым ертегіні өте қатты жақсы көремін. Әлемде қанша ертегі бар екенін білмедім. Бірақ менің анамның сыр сандығында ертегі өте көп болатын. Күнде кешкісін бізге ертегі айтып беретін, оқып беретін. Бірақ тағдыр жазуымен анамыз мәңгілік сапарға аттанып бізді тастап кетті. Содан бері мен ертегі тыңдамадым. Оны бізге ешкім де айтпады. Біздің әкеміз әлемдегі ең жақсы әке. Ешкіммен ұрыспайтын, ешкіммен ренжіспейтін. Бізді осындай адал адам болып тәрбиеленуімізге ықпал еткен де сол жан еді. Анамыздың бақилыққа аттанғанына да 4 жылдай уақыт болды. Әкеміздің қолында 7 бала қалдық. Анам қайтқаннан кейін жұрттың бәрі әкеме үйлен дегенмен, әкем 7 баланы ешкімнің көзіне жәутеңдетпеймін, балалар үйіне өткізбеймін деуші еді. Бірақ уақыт өте келе әкем сырқаттанып қалды. Сырт көзге қанша білдірмеуге тырысқанымен, уақыт өте келе бәрібір байқалды. Әкемнің қақпа сыртына шықпай қойғанына да 1 жылдай уақыт болды. Соңғы кездері анамды қатты сағынатын, көп еске алатын. Маған Ұлым, Ілияс, мұнда келші. Әкешім, не болды сізге? Демеп жіберші балам. Жіберіңіз әке, дайым. Ұлым, сен енді үлкен азамат болдың. Егер мені ауруханаға алып кетсе, осы шаңыраққа ие болып қалатын сенсің. Сендерді оқыттым, тоқыттым, енді үйленгендеріңді көрсем деген ойым бар еді. Байқаймын, ол күнге де жете алмайтын секілді. Мен жоқта болмайтын нәрсеге қойса бермең керек. Қарындастарыңа басты болып. сол күннің ертесінде-ақ бізді бір-бірімізге аманаттады да келмес сапарға аттанып кетті.
Buharlıcın anamızdan alıp gitti koy. Yedimizge yeteğini kim aydı biriydi ama. Şu kardeşlerim Aliye, Altı Zulbira, kardeşlerim ötmeyim sendirdim. Şılamın dersin. Allah, ay çıkartap gitsin. Lakin. Şu köpeklere girdi. Köpekler, siz de şaman adamsınlar. Benim anamı da Osman'ı kumdaslamasınlar. Köpekler, şu, Aki, ikimizi taslam girsin Aki. Şimdi, Mavлида Нұрғалиқызы, балалар үйінің директоры. Қап-қара көзәйнегінің астынан бұл кісінің көз жанарын мүлде көрмейтінбіз. Өте қатал жан. Райф апай. Біздің Райф апай балалар үйінің тәрбиешісі. Бұл кісінің келе жатқанын мына кілттің сықырынан білетінбіз. Мавлида Нұрғалиқызынан да қатал адам. Флюр апай, балалар үйіндегі ең қарапайым жұмыс атқарса да, бізге ең қамқор болған, ең мейірім көзбен қараған адам. Амелия, Ильястың балалар үйіндегі қыз да болса ең жақын достарының бірі. Фарид, тағдырдың тәлкегін ерте көрсе де мойымаған жан. Ильястың ең жақын досы. Даян, балалар үйінің атаманы. Мавлида Нұрғалиқызы мен директор. Балалар үйінің директоры Мавлида Нұрғалиқызы. Артық сұрамыратпаймын. Мавлида Нұрғалиқызы, қызық, бұлардың әке-шешелері қайда екен? Қайтыс болған Не болыпты? шайтан біліп пе? Өлгенше ішкен шығар. Өтірік айтып өтірік. Сіздердің ата-анамызды білмейсіздер. Бұлармен бізге оңай болмайтын сияқты ғой. Кемеңдер менің қандарым. Жаба аузыңды. Жетер! Райфа, даланың бөлмелеріне алып бар. Жүр. Ол деймін саған. Ал. Балалар үйіне қош келдіңдер. Енді сендердің тұратын жерлерің де осы, өмір сүретін жерлерің де осы. Осы жердің тәртібіне бағынасыңдар. Бағынбасаңдар, не болатынын көресіңдер. Десеңдер. Аға, қайтаршы, мына жер өте қорқынышты ғой. Аға, қайтаршы, қорқынышты жер ғой мынау. Аға, үйге қайтайықшы. Бұл жердің мұғалімдері өте қатал. Керек еме бақым келеді. Жоқ, қарындастарым өтінемін сендерден жыламаңдаршы. Біз барлығына көнуіміз керек. Енді дұшпандар. Балалар келеді. Балалар сендерге не болды? Жыламаңдар. Есімдерің кім? Жандарым-ау, менің атым Ильяс, және менің қарындастарым Әлия, Алсу, және Зульфира. Есімдері қандай әдемі? Ешқашан сынбаңдар, жарай ма? Қане, орындарына тұрыңдар. Жандарым-ау, жыламаңдар. Кішкентайларына қанаттарың қайрылды. Жыламаңдар. Жыламаңдар. Мен тағы да келем. Юра, қайдасың? Қазір. Ильяс балам. Қарындастарына қамқор бол, жарай ма? Юра! Қазір. Міне! Аға үйге қайтайықшы, аға. Жыламаңдаршы, өтінемін сендерден.
keldingler? Biz bugün tаңертең келдік. Қашан қайтасыңдар? Ойнап қайтпайсыңдар. Bunun var cayası. Benim isim Farid. Менің атым Ілияс. Al ата-аналарың қайда? Біздің ата-анамыз қайтыс болған. Ал сенің ше? Фаридті қолсынан тауып алған. Бұл рас па? Kızlar! Ver kilini! Kastım! Kastım! Yok, o bunun babalarıyla canadan geldi. Ne? Ali ürettiğiniz mi ne? Kastım! Жастық, Даянның ішімізге жастықты қойып бұруы денемізде із қалмауы үшін еді. Ал егер денемізде із қалса, өзі үшін жаман болатын. Üçke değil sanay. İlyas ve Farid'den başkalar kilini. Bir, iki, Farid, beni niye жақсы көреді білесің ғой ya? Ya bilemem. Niye жақсы көреді? Neresi жақсы көресің? Дұрыс, ириш жақсы көремін. Екеуің маған ертең келіп бір пакет ириш әкеліп бересіңдер. Әкелмесеңдер Фарид, не боларын білесің ғой ya? Ya, Жастық! Жастық дейді! Al енді bir paket iris қайдан табамыз İlyas? Білмеймін. Ей, сендерге не болған? Айтсаңдаршы. Ештеңе болған жоқ. Айтсаңдаршы енді не болғанын. Даян ба? Иә. Ұрды ма? Ұрды. Ауырды ма? Ауырды. Даян қайда? Ана жақта. Қазір мен оны. Ой, қойшы Амилия. Енді айтсаңдаршы не болғанын. Бізге ол bir paket iris әкеліп бер деді. Біз оны қайдан табамыз? Сатып алатын ақшамыз да жоқ. Bir paket. Иә. Ойланыңдар жігіттер. Таппасаңдар өздеріне қиын болады. Қане, бастарыңды істетіңдер. Жігіттер, менде бір ой бар. Қандай? Ұрып кетейік Даянды Ой, бәрін. Жоқ, шынымен сендер ұстап тұрасыңдар, ал мен ұрам. ол ұрылмайды ғой. Бекерге даяшын жай. Енді қашан осылай жүре бермекшісің, қалайсың? Ой, сен де ойнайтын кез тауыпсың. Тағы бір жоспар бар. Қандай? Қоймадан аламыз кәмпитті. Қалай аласың? Кілтпен ашып аласың. Райф апай саған кілтті беріп қойыпты ма? Әрдайым қолда жүр. Береді ғой. Қалай? Душқа түскен кезде. Ол душқа қаншада түседі? Жетім бізде. Сен қақтан білесің. Енді Қане, тыңда. Ешкім жоқ па? ана сен көріп жатыр. Мен қазір алып келемін. Қарап тұрыңдар. Не қараңдар, ешкім жоқ па, қараңдар. Жоқ, әлі шыққан жоқ. Көбірек алыңдар, көбірек. Қане, келе жат. Кет, жүр. Ей, қайда барасың? Мен ба апай? Я, сен. Торма барам апай. Бар тез. Қараш бұларды. Келіңдер. Ой, ирис. Келіңдер дәрі көрейік. Вау, ирис. Қараңдар. Есінің өзі қандай? Жаңыз көрейікші. Қалталарына салғанда даян көрмей тұр. Балаларға да алып барамыз, салыңдар. Сал. Кеп қалмасын даян. Қане, таптыңдар ма? Әкел бері бәрі. Қайдан таптыңдар? Сатып алдым. Ақшаны қайдан алдыңдар? Жоқ, қоймадан ұрлап ал. Ұрлап алған несі ешкім көрмеді ма? Жоқ, көрмедім. Көрмесе бопты, әкел бері ерейістің бәрі. Әкел.
ма, дейсің ма? Ма, жей ғой. Ирис, танысың ма, ә? Ма, жей ғой. Ма, дейсің ма? Жемесін, өзін жеймін. Ма, алдағы ғой. Қарындасым сол. Рахмет аға, дайын сол. Бол, тез, жиналыңдар бәрін. Шақыр бәрін мені. Бол, шақ бол. Қайда жүрсіңдер, а? Неғып шақырғанда келмейсіздер, шақ. Тұр дұрыстап. Балалар үйінде компьютер бар деген не сұмдық? Қайсың алдың? Сен алдың ба, әлде сен алдың ба? Мүмкін сен алған шығарсың. Айт деймін саған, әлде сен алдың ба? Айт, сен алдың ба? Айт деймін. Я, бай, мен алдым. Шетірек, неге аласың? Неге аласың деймін? Ілияс екеуің басыма бәле болдыңдар ғой. Әрқашан да осы Ілияс екеуің бұл жерге қалай келгендеріңді білесіңдер ма? Білесіңдер ма деймін? Абай, біз емес қой. Айтойдачы, Фарид, Ильяс, даян ғой. Жақ! Даян, шық! Сен балаға қашан қайда мыналарға қара жеп? Сені мағынбайды да ғой мыналар? Салды ма? Райфа, кешке сөйлесеміз. Бұны бұлай қалдырмаспын. Жетіме! Сен не кестің? Сен не кестің емінен? Сөз естінде жүрем. Оңбағандар, қараш бұларды. Басыны басыма соқ біттіңдер ғой. Оңбаған, не? Не? Шешең ұстап ұрықшы болайын дедің ба? Шық ортаға. Не? Шешең артынан барайын дедің ба? Шеше! Қайда қарап жүрсіңдер, а? Оңбағандар, шық! Шық үшеуіңдер! Ұрлықшылар! Қайда барасыңдар моменттермен? Алақан! Шығар қолыңды! Шығар! Сен де шығар! Қараш! Бетіме кеткен бәлелер! Сендерді бұлай қалдырмайын! Тұр бұлай! Мен осы сәтте Амелияға қатты қызықтым. Менің анам тым болмаса түрмеде болса екен ғой деп армандадым. Амелияның түрмеде болса да анасы бар. Ал менің анам бұл өмірде жоқ. Олар білмейді ғой менің анамның қандай екенін. Менің анам әлемдегі ең жақсы жан. Менің анам ешқандай да адам өлтірген жоқ. Сендер көресіздер, менің анам келеді. Мама, мен сені күтем.
шынында анаңдай адам болмайды, анаңдай адам болмайды. Жалғызым жаным жанарым, мақтадан мамығалам. Ананың жаны бос тұрмай, баланың жаны балам. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамсың, жұмақ жақтары жоқ шығар. Періштің болып қорғайды, періштің болып қорғайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай сұлу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жаны апам, мақтадан мағығалаған. Ананың жаны бос тұрмай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамсың, жұмақ жақтары жоқ шығар. Қартайса анаң сол қайғы, ақ жүзін әжім торғайды. Жүрексіз адам болса да баласыз ана болмайды, анасыз бала болмайды. Жалғызым жаным жаны апам, мақтадан мамығалаған. Ананың жаны бос тұрмай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамсың, жұмақ жақтары жоқ шығар. Жалғызым жаным жаны апам, мақтадан мағығалаған. Ананың жаны бос тұрмай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамсың, жұмақ жақтары жоқ шығар. Анамдай сұлу адамсың, жұмақ жақтары жоқ шығар. Қайдан келе жатырсыздар? А? Күлдеріңіз ұтып қойдыңдар ма? Сенде де сұра тұрмай сай. Жа, қойдым. Сіне бір нәрсе айтам деп ем. Ұмытып қалдым ғой. Айтпақшы. Еске түсті. Ертең азанда барлықтарын картошка теруге барасыңдар. Мен былтыр көктемде картошка ектім ғой. Соны теру керек. Жұмыс істейтін адам таппай отыр. Барлықтарың азанды сағат 6-да тұрып барасыңдар, ұқтыңдар ма? Жарайды. Басқа ешнәрсе айтпайсыңдар ма? Шағымдарың жоқ па? Сен не үшін жылап тұрсың? Айтпақшы қыздар, тазалықтарын тексереді. Бастарыңды тазалап жүріңдер, түсіндіңдер ме? Балдар сендер де. Қыздар, сабақтан қалмаңдар. Балдар емес, қыздар сабақтан қалады дейді. Не деген масқара бұл, а? Сен! Я, сен Алсу! Сабақтан көп қаласың. Бар, кетіңдер қыздар. Балдар, сендер ешқандай ұрлық-қарлық көрмей кетсеңдерші. Не?
Farid sen boşmada köpten berisin oy. O sizlerin tartibini de bilesin solay mı? İlyas sen de. Sen de. Endi sizlarga bir narsa aytayın. Yuqsanglar, yeting seninkini jiddiy söylesem. Bollar, yuqsanglar bo'lmagan gelip. Ha, uda kartoshka. Bulg'uy olsun, şimdi gel kardeşim. Sen bir de dostum. O sen kardeşim. Niye biz büyüdüz cumhuriyeti? Hayatın ortasına kesin kurtarın dedim tamam. Hey, bağlar durlar bol. Asu dur, uzramay. Bol, kartoşka varım. Bağlıklar şimdi maçtan gelip dur. İlyas, tura turshi. Ne oldu? Bizi Budur apa uyine chaqirmadi qo'y. Mo'char jag'am degan. So'g'an borib qaytay. Oy qo'shimizda kecha raybomaydi, rosa eslaymiz. İlyas, sen nega ustaverasың? Budur apa ko'ngil qoldirmayapti. Sharaydi, yur ket. Budur apa, Lurapay! Hazır. Mine. Oy jandarma. Şu kalaysamay. Sağından o sinirdir. Bizi sen. Akıllılar mısın? Kimdir? Hepimdir. Ana bakta. Boşa kavratkan mı? Sıvabına göre. Ne olacaksın? Kimdir? Bir şiş birdir. Yaman kırıyor ki koy. Al kimdir? Jandarma kırıyor çekmesin ya koy özleri. Sen. Gaz apa? Sumarga qo'y. Ha, o'rnida. Sen o'sir. Oh, yaxshi bo'ldi, tasar quvvat bo'l. Yaxshilab yurolay. Biraz bu bet o'z munchaga tushganimizga edi. Ega, Bir tazarib qolgan bo'ldik. Farid, al. o'zi sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Ya so'rayver. O'zi negizida sen rasmda qo'rqib qolganda. Yo'q, qaydaga? O'n barcha yazir bu. Bog'lar menga solay o'ynaydi. Sonda senin otbasın, bavurların qayda? Mening anam kichkintoy kezimda qaytib bo'lgan. Allah kim kundek kechga ishib keladi. Qizning qaqagan sovuq kezimda akem anamni so'qqiga chiqdi. Sondag'isi tamoq istemaganda bo'lar edi. Anamni dalaga quvib chiqib, akem tongga shuq bilan uxladi. Al qarindoshim ikkovimiz sol kezi g'ana anamizga ko'mak bera oldik. Anamizni uyga kiritib jiltdik. Biroq so'dan keyin jiya o'ratim bo'ldi. So'dan bir ikki oydan keyin borib, anamizdan ayrilib qoldik. Farid Al do'stim. qarindoshimni akem araqa sig'andarga almashtirib jibergan. Do'stim, sen eshitmay qo'ymashi. Keyin bizning uyimiz o'ta ulkan bo'ladi. Және biz ularga bolalarindagi barliq bolalarni o'z uyimizga kelamiz. Ya, biz mangulikka do'st Мәңгілік bo'lamiz. do'st bo'lamiz. Ver sabır. Oy, apa kimsinchi? Ya bo'ladi. Oy balalar. Yoldan kirlerini sol. Kimlerinde şu? Tazalap koydum. Kiyip aldılar Ma. Rahmet apay. Rahmet ko'p apay. Oh, azar qapti qo'y. Ya, o'tib ketdi qo'yibdi. Yaxshi bo'ldi qo'y. Üstimiz kirib ketgan edi. Ya, biraz bo'lmoqchi. Oh. Ket, chiqay.
Қалай жақсы көйлек? Әке, Балалар, шай. келіп болдыңдар ма? Иә. Ілияс, Фарид, балаларға базарлық дайындап қойдым. Ішінде кәмпит бауырсақ бар ғой, барғансын таратып бересіңдер. Ой, рахмет апай. Оларды алыстырсыңдар. Бір тоятын болды ғой балалар. Келесі келгенде барлықтарын бірге келіңдер, жарай ма? Айлықтарын киімдеріңді жуып кәмпит беремін. Иә, біз сізді ұмытпаймыз. Мен де сіздерді сағынамын. Біз де сағынамыз Сау апай. болыңыз, апай. Сау болыңыз. Біз әлі келеміз. Иә. Сау болыңдар. Келіп тұрыңдар. Біздің күніміздің қалай зуылдап өткенін де байқамай қалдық. Күлер апайдың үйінде қандай жақсы болғанымен алда бізді балалар үйі күтіп тұрған еді. Бірақ біздің ең сүйікті апайымыз Күлер апайда бұл соңғы рет көруіміз екен. Шаршап кеттік қой. Шаршадық. Өте ауыр болды. Иә. Осы картошка қашан бітеді екен? Осы айтып беретін болды. Картошка көп айтамын да. Ем алапшы. Шаршап кеттік. О, балалар, қалайсыңдар? Бүгін күндерің қалай өтті? Не істедіңдер? Картошка деп. Кім? Бірақ естедік мен. А, онда болыпты. Балалар, білесіңдер ме бүгін біз қайда бардық? Қайда? Біз Флюр апайдың үйіне бардық. Білесіңдер ме Флюр апай сендерге не беріп жүр? Көптеген тәттілер беріп жіберді. Бір-бірден ғана алыңдар. Бір-бірден алыңдар. Барлыққа да жетеді. Ал. Алыңдар. Ей, тартқандар тез! Тез! Қайда болдыңдар екеуің? А? Қайда болдыңдар? Айттым саған, Фарид, қайда болдың? Күлер апай үйінде. Не үшін жүрсің онда? Сендерге картошка сендердің. Кім бар деді? Сен ба осында ойлап тапқан? Әне сен ба? Қараш бұларды. Не істеп жүрсің онда? Айт, ортаға шық. Не істеп жүрсіңдер онда? Ей, тіліңді жұтып қойдың ба? Söyle Elyas. Ne işin vardı? Ayттым саған. Жай, сағынып кеттік. Шыда, сағынға түрлен. Не қолындағы? Кім берді? Я, Флюра сендерге жандар ашығана бере қыз. Өзінің тірлігі істету үшін берген ғой ақымақ. Соған алданға сендер бір-бірден абалдыңдар ма? Жеткізіпсіңдер. Амелия, тұр, қоқшелекті алып кел. Апай, бұлан ғой, обал ғой. Сенің обалыңды білмеймін. Алып кел. Апай, алып келмейін, обал. Амелия, не дедім саған? Алып кел. Апай, обал ғой. Ей, алып кел дедім саған. Сен атқа тырнамайтын болсын. Тұр, алып кел. Апай, обал деген Обал не? Жида, жеме, жеме. Салма ауыздарыңа. Әкел, таста бол. Апай, Жау аузыңда. неге? Жемейсіздер. Флюра сендерге педагог емес. Екіншіден, жау аузында. Амал жоқ. Екіншіден, режимдерің бұзылады. Апай, тым болмаса. Әкел. Бak, je! Karnın aç bak! Karaş buna! Al ananandı! Bana obasını batırındır al! Tasta bu sıramay! Al gel! Karaş bu arada! Kesirip! Hey! Sen ikiyini kesirinden benim kartoşkam terime kaldı. Bilesin mi? Kartoşkam terime kaldı. Yeter kartoşka ösüydü de kaldı. Ösüp kaldı, ösüydü. Yeter karşı olmayı zaten. Kartoşkanı tanazan bir tiresini. Oktundar mı? Niye açılaysın ha? Ha? Şüte, karaş yesirgen belirli. Yüksek jetim jetmektir. Bağır. Kızlar, ballar kendindir. İlyas, Farid kal olsun da. Kestim. Dur, sağ ortada yer yok mu? Karaş, bitimin gitkendir. Kım ruhsat verdi senderge ya baruğa. Şeda bilgen yerinde istesinler. İlyas, Farid, kasıma gel.
ашуланбайын десең де ашуландырасыңдар. Қарашы енді қаншама картошка терілмей қалды. Фарид, сен сондай жақсыласың, еңсеңді тік ұста. Ілияс, сен де қайғырма. Бұл жерден жақында кетесіңдер. Ал енді жатып демалыңдар. Жарай ма? Ұйықтаңдар. Даяр, шаруа бітір. Қой, жатайық. Тұрыңдар не, кәмпит кешіңе көрсетпей аула болмай ма? Әлде мен сендер үшін Мавлидадан 10 сен тұтуымға жетті. А? Жастық! Жоқ, жер оны! Жер ұрасың оны! Жер деді! Жер деді! Ей! Ақыма! Не істедің? Қарас жексерді. Саған жай сабарса, келдер деген жоқ бұл ба? Не ғана достың қасында? Не істеп тұрсың? Не істеп тұрсың? Фарид, досым! Тұршы, Фарид! Досым! Не істеп тұрсыңдар? Досым, Фарид, тұршы! Тез, көзін қой! Бір нәрсе көтермесен шырамай! Фарид! Шаш ойнағансыздар ма? Ұшыра біз күштен нәрсе тауып арасы мен айтайыншы. Бақ. Аға, біздің күштен жаңалығымыз бар. Бір кезде анам ән жазбап едім ғой. Сол заттарымызды реттестіріп ақырды тауып алып. Сен емессің, тыңдап көрейікші. Сонда бұның ішінде біздің анамыздың дауысы бар ма? Мәссаған. Бар, Алия, жүгіріп бар. Біз жүгіріп барып тәрбиешіден магнитофон сұрадық. Магнитофон біздің топта тек қана біреу ғана болатын. Тәрбиеші оны бізге 1 сағатқа қолдануға рұқсат берді. Анашым, бізге бір ән айтып беріңізші. Анашым, өтінем айтып беріңізші. Браво! Анам қазір не бос емес. Жоқ, анашым, біздің сүйікті әніміз. Бір рет айтып беріңізші. Анашым! Сендерде аудиокассета бар демесің. Қане естейік. Жоқ, Даян, деспеш оған. Онда біздің анамыздың дауысы бар ғой, Даян. Менің онда кім дауыс жазған қызықтырмай, қос деймін саған еш. Жарайды. Саламатсың ба не, Даян? Ой, жылау. Жоқ, Даян, Даян, Сабақ кетмеде. Даян, онда кассетаны берші, Даян. Кассетаны берші, Даян, берші. Мен саған мынау әкемнен қалған белдікті берейін, кассетаны берші. Айтқаныңды істеймін, Даян, өтінем. Онда сен бәтеңкесіз, киімсіз, мұзда, алаңды 3 минутта айналып шығасың. Айналып шықпасаң, кассета жоқ. Бол деймін. Жарайды. жылап жатқанда апай
Kurbu. Şuraya balı. Şuraya. Zekada bir şut yok senin. Ayağını öpmeye. Sana geri kaçın ama. Ya değilsin. Ben sana kaçın. İstemesin dayağı. Yeah! Yeah! Gitme bana. Niye bizi tashlab ketding anashim? Bu yerda barlig'i sensiz qiyin, ne istaysan men anashim? Tepti senin javsing yozilgan. Buna gazetani sindirib tashladi anashim. Eslaysan men bizni? Bu yerda barlig'i bizga urishadi. Tepti uradi da. Eslaysan men anashim? İlyas, balam meni tushunmaydi deymisin de. Men sen yerda jandarmdan ortiq tushunayim qo'y balam. Bari meni qatal deb o'ylaysizlar. Men negizi muldem unday odam emasman. Sebebi men de balalar uyidan chiqqanman. Jonim nega olay o'ylaysizlar? Bugun o'ta erta oyandim. Bugun mening umrimdagi aytuli kunlarning biri edi. Soni o'ylab, tunni men uxlay olmadim. Bugun men o'zimning tug'an avulima boraman. Ya, men turgan uy hozir qanday жағдайда ekan? Avuldoshlarım meni taniymi ekan? Ko'rishlerim tirim ekan? Sol bir жылдары militsiya bizni sol uydan aldab alып ketkense, әлі de meni көз алдымда. Qanchama жылдар өтсе де, кеше ғана болғандай. Сол кездегі қаладағы екі ағам мен бір әпкемнің қазіргі таңда өз отбасылары бар. Олар бізге жыл сайын келіп тұратын. Ал уақыт өте келе балалар үйінен әлиямен алысу кетті. Олар да қазіргі таңда өз мамандықтары бойынша оқып жатыр. Балалар үйінде қазірге мен және Зүлфира қалдық. Қаншама уақыт өтті. Бұрынғы көңіліне ауыр тиетін сөзді ести қалса, жылай салатын Ильяс өкінішке орай қазір жоқ. Мүмкін етіміз үйреніп кеткен болар. Тіпті ата-анамды еске алған кезде де көзімнен бір тамшы жас шықпайтын болыпты. Бәлкім шығатын жас қалмаған болар.
тартып алып жүрген болғанымызды бір жерде көрген сияқтымын. Кір-кір футболкамен шалбар киіп алыпты. Сақал мұрты көптен бері алынбаған. Маскүнемдіктен беті ісіп кеткен. Көзінің асты көгерген. Өмірде бірінші рет болмыжарды жақыннан көріп тұрмын. Бірақ мынау жаста болмаған біреуді есіме салып тұрғандай. Еріксізден солға қарай 2 қадам аттадым да кенет Даяны таныдым. Иә, міне, маңдайымдағы мені де сол. Бұл кезінде мені қар мен мұздың үстінде жалаң аяқ жүгірткен. Менің досым Фаридта екінші қабаттан лақтырып жіберген сол баяғы Даян болатын. Жек көрушілік сезімі мені тез бұрылып кетіп, болмыждардың жанынан тезірек кетіп қалуыма әсер етті. Олар болса, бос бөтелке үшін таласуды ары қарай жалғастырып қала берді. Елестеп тұрма? Әлде ұлшын ба? Низаттың кіші баласымысың? Иә, кішкентайымын. Мені танимысың? Жоқ, танымадым ата. Мен Рамазан атаңмын. Әкең қайтыс болғанда сен де кішкентай болдыңдар. Бәлкім сондықтан танымаған боларсың. Әкеңді ақтық сапарға шығарып салғаннан соң жүр балам, саған бір нәрсе беру Міне таптым. Балам, сен қазір қай сыныптасың? 11-ші сыныпта аяқтадым. Университетке түсуге дайындалып жүрмін ата. Жақсы. Әкең өлерден алдың. Жаны қиналып жатқанын естіп, жанына бар. Сол кезден кейін. Жаным қиналып барады, әлдәрменің қалмай барады. Егер де олай болып кетсем, мына нәрсені кіші ұлым Ильясқа берерсің деп еді. Сонан соң апыр-топыр сендерді балалар үйіне алып кетті. Кемпірім қайтыс болып, әкеңнің аманатын бере алмайын ба деп қатты қорықтым. Міне балам, әкеңнен қалған естелігіңді қабыл ал. Ильяс балам, бұл саған жай зат емес, тарихи жәдігер. Оны саған әкеңе атаң берген. Енді ғизаттың өтініші бойынша оны саған береді. Сенің әкең де атаңдай жақсы адамдар болған. Оларды барлығы ол қандай. Енді сен де солар ұқсап, сен құрметті азамат бол. Түсіндім ата. Сенің әлгі қалай еді? Университет ата. Иә, сен соған түсуге тырыс. Аудандық газеттерден сендер туралы оқып, қуанып жүрдік. Қаншама жыл өтсе де, қара шаңырағыңдай келген сен жарадың. Жарайсың. Байқаймын, осы жолыңа дейін қаншама сынақтарды бастан өттің. Бірақ сен олардың бәрін жеңе білдің. Қос сау бол балам, қолыңды жай. Әуелі Алла қолдасын, пайғамбар болсын жолдасың. Жұрт қандай жолың болсын. Әумин. Отбасылық тұмарыңды ұмытпа балам. Рахмет ата. Балалар үйіндегі балалар махаббатқа зәрі болып өсті. Қанша қиналса да, іштегі жан айқайын айта алмады. Тіпті ішіндегі ең тәтті арманның өзін ешкімге айта алмады. Себебі сенуден шаршаған.
кейде ойлаймын. Бәлкім, ертегі тыңдамағаннан бекен. Жақсылық пен махаббатты айыра алмағаннан бекен. Бірақ олар күтеді, үміт етеді. Bir күні bir жылы алақан, жылы сөз, қамқор болатын жан келетінде үміттенеді. Сол үміт. Неге? Балалар үйінің, балаларының тағдыры осыншама қиын болды екен. Неге олар өлместің қамын кешті? Бірақ оларда болашаққа деген үміт оты ешқашан сөнген емес. Даланы менде, сүйемін сенде, бауырма қосым. Назыңнан әсем, сазыңнан әсем, жаныма қосым. Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан. Құс едің ғой, кең далаға бауыр басқан. Аяздарда тоңбайсың ба мұз торғайым? Жылияға қонбайсың ба мұз торғайым? Тауқымбек тарта, тарықпа жаным, орықпа жаным. Құшағыңдашы, кеудеңе басып берейін жалын. Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан. Құс едің ғой, кең далаға бауыр басқан. Аяздарда тоңбайсың ба мұз торғайым? Жылияға қонбайсың ба мұз торғайым? Қонбайсың ба мұз торғайым? Балалар үйінің тәрбиеленушілер бөлімінде Әбдез Нұрислам, Жолдыбай Нұрлан, Амангелді Нұрмұхаммед, Батырханұлы Алдияр, Сапаралы Егегай, Ергеш Сымбат. Әкесінің рөлінде Амангелді Милан, атасының рөлінде Сөрелді Серік Жамбулат, Юлера Қасиет Балауса, Мавлида Құдайберген Әсел, Райка Айнекбек Гүлнұр, Даяр мен достары Аслан Ернұр, Серік Ерғанат, Сімәтілі Жалғасбек, Тарик және Әбия, Сұлтанәлі Айтжан, Шердер Ракет, Арсу Зүлфия Әлия, рөлдерінде Шәріпбай Айша, Қуаныш Еркенас, Сапар Элпай.
İlyas'тың жас кезіндегі рөлін Амангелді Мұхамбетәлі Мәди. Үлгі İlyас'тың рөлі Әбдез Нұрболат. Oyuncu, rejissör, senarist Мосмұрза Балғұзар. Үйлестіруші, продюсер Сүйіндік Нұрмайын. Сүйіндік Нұрмайын. Арбалақова, Дайнамет Русая, Мақтыбек Аяла. Жарықпен көргөтуші Жолбай Асхат. Рахмет жастарымызға, осылай ұлдарымызға, қыздарымызға енді жетекшілерін ортаға шақырайық. Осы елі дайындаған жетекшілерін шақырайық. Жетекшілердің алғысымыз білдіріп, құрметті ата-аналар бүгінгі арнайы қойылымға келіп, ұлдарыңыздың өнерін бағалап жатқан жалпы көрермендерге, ұлдарымызға, ата-аналарымызға алғысымыз шексіз. Бұл қоюшылардың да алғыстары шексіз. Енді бұл көріністі арасында үлкен бала болсын, қыз болсын, ата-анасын тастамауға ұмтылады. Ата-анасы да тастап кетпесінші деп Құдайдан тілейді. Бір ауыз айтарларың бар, балаусан. Біздің бұл қойылыммен айтқымыз келгені, қолда барда алтынның қадірін бағалау. Анаға баланың қадірін, балаға ананың қадірін ұғындыру. Бұл жердегі әрбір кейіпкердің өмірімен біздің көрсеткіміз келгені, ата-ананың, баланың қадірін білу. Бізге осы қойылымды сахналап беру үшін, бізге демеушілік жасаған мектеп басшылығына Мектеп басшысы Жаппасбай Естай ағайымызды ортаға шақырып, алғысын білдірді. Армысыздар, құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің мектебіміздің 90 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған Тастамашы ана драмалық тамашаладыңыздар. Бұл Тастамашы ана Башқұртстан мемлекетінің Айгиз Баймағамбетовтың кітабын қазақшаға аударып, Саят Қамшығыр деген жазушымыздың жазбасы. Осыдан қаңтар айында біз осы кітапты бастаған болатынбыз. Яғни бір отбасы, бір кітап жобасы аясында осы ауылдың азаматшасы, өзіміздің замандасымыз Тайталиева Азиза Тажмұхамед қызымен бірлесе отырып, Алматыдан 100 кітап алдырған болатынбыз осы Тастамашы ананы. Яғни оның демеушілері өздеріңіз ата-аналарыңыздар. Сол 100 кітапты біздің мектебіміздің 150-ге жуық, яғни міне сол кітапты Сәбит бір көріп жүрші.